Баршаңызға сәлем, мен аты-жөнім Батырғали Динара. Танымайтындарыңыз болса, өзімді таныстырып кетейін. Мен осы тойбастар саласында уже 3 жылдан артық уақыт жүрмін. Осы декретке шыққаннан кейін тойбастармен айналысып бастадым. Қазіргі таңда өзімнің жеке типографиям бар. Осы кішкентай тойбастардан осындай типография ашып кетем деп мен де ойламаған едім. Сол себепті сіздерге де бастауға кеңес беремін. Бір нәрсеге қызықсаңыз, міндетті түрде бастаңыздар, жасаңыздар. Себебі бұның барлығы доступны, қолыңыздан келетініне күмәнім жоқ. Бұны жасау үшін сізге тек қана телефон мен принтер керек болады. Телефон арқылы да принтерден распечатка жасап шығара бере аласыздар. Мынандай дайын шаблондарды алғыңыз келсе, біздің каналға жазылуыңыз керек. Ол үшін маған WhatsApp номерге жазасыз. Ол каналдың ішінде дайын шаблондардың неше түрлісі бар. Мың жарым түрі. Примерно бір каналдың ішінде сондай болады. Мінекей, тек қана ол жаңағы шаблонға алып текстін жазасыз. Мына жерге тұсаукесер ма, қандай қырқынан шығару ма, қандай мерекеге жасап жатсыз, сол текстті жазасыз. Жазып болғаннан кейін распечатка жасап, әрі қарай жұмыс жасай бересіз. Қалай қиясыз, қалай жабыстырасыз, қандай қағаз қолданасыз, қандай прайс, оның барлығы каналда бар. Тіпті білмеген жағдайда, егер қызығушылығыңыз туып жатса, просто YouTube каналды қарап, осы бақылап отыруыңызға болады. Содан кейін уже өзіңіз көп нәрсені түсініп аласыз. Мінекей, мына каналдағы шаблондардың барлығын біз админдер болып дайындаймыз. Осы дап-дайын күйінде тек қана осылай линия бойынша қиясыз, распечатка жасап алып, содан кейін уже клейлеп жабыстырып шығасыз. Қалай клейлейсіз, қандай жабыстырасыз, оның барлығы каналда бар. Сонымен қатар біздерде чат поддержки бар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойып отыруыңызға болады. Мына биговать ету үшін, яғни майыстырғанда әдемі майысу үшін, осылай ұшы жоқ крючокпен осылай биговка жасаймын. Үстінен басып өтем, қағазды сызып, жыртпай, просто басып өту үшін. Сол кезде майысқанда әдемі майысады. Барлық линиясынан осылай басып өтем. Мінекей, осылай майыстырып аламыз. Майыстырып болғаннан кейін клейін жағып, астын жауғамыз. Сосын үкі салғыңыз келсе, үкі салуыңызға болады. Неше түрлі қазіргі заман талабына сай, клиент сұранысына сай, жаңағы стразы, жабыстыратын заттар, әдемі жылтырақтар жабыстыра беруіңізге болады. Бір штугын таңдап алып, мына басын кішкене ғана қиып қоямыз. Қайшымен қиып, үкіні осы жерге отырғызамыз. Отырғыз болғаннан кейін осылай мінекей клиентке бірін салып тойбастарды ұсынуыңызға болады. Ал егер өзіңізге жасайтын болсаңыз, конфетіңізді салып, ішіне ойыншықтарыңызды салып, осы аузын жабасыз. Мына жерде линия тұр, осы линия бойынша кесесіз канцелярский ножбен. Содан кейін крышкасын жауып, уже дайын товар ретінде ұсына берсеңіз болады. Бұның барлығы самосборный. Ашып жабуға келеді, клейлеп жауып тастамайсыз, осылай жауып қоясыз. Мінекей, осындай әдемі тойбастар дайын болды. Сонымен қатар осындай неше түрлі әдемі каналда дайын шаблондар болады. Міндетті түрде WhatsApp-қа жазып, каналға қосылыңыз.